Оразаның сіз білмейтін мол сауабы. Пайғамбарымыздан мынандай бір қудси хадис жетеді бізге. Қудси деген сөзі пайғамбардікі, мағынасы Алланыкі деп айтылады. Хадис былай басталады. Куллу амалин ибни адам лаху илля сиям, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи дейді. Адам баласының барлық амалы өзі үшін, оразадан басқа. Ораза мен үшін, және де оғының сыйақысын мен өзім берем дейді. Осылай түсін. Яғни ғалымдарымыз ол хадисті былай түсіндіреді. Хадис сахих, муттафақун алейхи дейді. Бұхари, Муслимда жеткізетін осындай бір хадис. Хадистің түсіндірмесі былай. Біздің ғалымдарымыз айтады, әрбір амалдың сауабы белгіленген. Мысалға, жамағатпен намаз оқып берсең 27 есесі артық сауап жазылады. Ассаламу алейкум десең 10 сауап жазылады деген сияқты. Құраннан бір әріп оқысаң 10 сауап жазылады. Меккеге барып намаз оқып келсең 100.000 есе сауап жазылады деп сондай айтылады ғой. Кез келген нәрсенің сауаптары белгілі. Бірақ оразаның сауабы белгісіз. Неге? Өйткені Алла оны мен өзім берем деп айтты дейді. Демек, ғалымдар айтады, Алла өзі берем десе дейді, Алла міндетті түрде кең қылып, мол қылып береді дейді. Міндетті түрде. Өйткені Алла ең жомарт, ең мейірімді, ең рахымды. Мынандай бір оқиға болған екен, баяғы бір халифа кетіп баратқан ғой. Сөйтсе жаңа бір кішкентай бала көшеде жүргенде, балақай бергел деп 1 динар беріп жатыр дейді. Ма балақай саған 1 динар деп. Сөйтіп жаңа бала айтады дейді, мен алмайым деп. Неге десе, менің әкем ұрсады. Маған бөтен біреуден ақша алуға болмайды. Әкем маған бұны рұқсат етпеген дейді. Сосын халифа тұрады да, жоқ, мінім 1 динарды ал, халифа берді деп айтты дейді. Жоқ, мұны әкем маған сенбейді дейді. Естіп айтатын болсам, әкем маған сенбейді дейді. Неге? Өйткені халифа 1 динар бермейді ғой. Халифа беретін болса көп қып беретін еді ғой. Сен халифа 1 динар берді деп қазір не істеп отырсың, алдап отырсың деп тағы сенбей қояды. Бұл жерде де солай. Құдай өзі берем деді ме? Демек, Құдай оны кең қылып береді, көп қылып береді деген сөзді. Демек, оразаның сауабының саны шексіз. Оған тағы бір екінші дәлел, сауапты, сабыр деген нәрсе бар. Сабырдың 3 түрі бар. Ол қандай десе айтады. Біріншісі, адам басына келген бәлеге сабыр қылады екен. Адам, яғни сынақтарға. Екіншісі, адам харамнан сақтану үшін сабыр қылады екен. Сосын өмірінде құлшылық жасау үшін сабыр қылады екен. Оразада 3 бар. Адам аш жүреді, басына келген бәле кетті. Адам ешқандай харамға жоламайды. Адам ешқандай нәрсені жемейді. Күн ұзаққа, 20 сағат бойы, әсіресе жазғы уақыттарда. Ол не істейді? Жаңағыдай харамдардан сақтанып жүрме? Және де Алланың бұйрығымен аузын ашады, Алланың бұйрығымен аузын жабады. Бұл құлшылықтағы сабырлық па? Демек, сабырлықтың 3-і де оразада жиналған. Ал Алла тағала қасиетті Құран кәрімде «Айуаффас-сабируна әжрахум биғойри хисаб». Сабырлы адамдарға берілетін сауап, оның саны жоқ дейді. Қандай керемет нәрсе. Тағы да бір айта кететін мәселе, Алла тағала жаңа айтып тұр ғой, құдси хадисте, оразаның сауабын мен өзім берем деп ше. Осы хадистің шархында, түсіндірмесінде деп айтамыз ғой. Мені өзімді таңғалдырған нәрсе бар. Кешеде бұны жамағаттың алдында отырып айтып едім, ол кісілер де таңғалып жатыр. Мен кейбір кезде енді өзің оқып жатып, өзің таңғалатын нәрселер де көп те. Біздің ислам дініміз таусылмайды ғой, Құдайға шүкір. Ішіндегі мәліметтер, білімі. Сонымен имам Муслимде жететін мынандай хадис бар екен да. Қиямет күні бір адам келеді екен да, Алланың құзырына. Оның сауабы таудай болады екен. Таудай сауабы бар. Сөйтіп, ол өмірде бір адамдарға залымдық жасаған, бір адамның ақысын жеген, сондай болып шығады. Сол жаңағы оның қолынан залымдығын көрген, оның қолынан зиян шегіп қалғандар, оның жаңағы таудай сауабы бар ғой, сол жерден аз-аздан ала бастайды. Біреу келіп, сен маған пәленше істеп қойғансың деп анан алады, сен менің ақым жеп қойғансың деп анан алады. Сосын хадисте келеді, бүкілі алады, жақсылығы бітіп қалады дейді. Ойлаңызшы, таудай сауаппен келді Құдайға. Енді жасаған зұлымдықтар көп болып тұр ғой. Сауаптардың барлығы жан-жаққа тарап кетті, ештеңке жоқ. Муфлис, банкрот анау адам. Кәдімгідей еш нәрсе жоқ. Енді сол кезде адамдар әлі таусылмай жатыр да. Сөйтсе біраз адамның ақысын жеп қойған екен да осы дүниеде. Адамдар келеді, сауабы жоқ. Не істейді? Сауап жоқ болса, сенен сауап аламасам,
күнәмді іліп кетем дейді. Күнәсін алады да анаған іліп кетеді екен. Сол кезде манағы басында таудай сауабы болған адам біреудің ақысын жеген болса, керісінше күнәсі көбейіп кетіп, фаятраху илан нар дейді, тозаққа тасталынады дейді. Құдай сақтасын, осындай болады. Бірақ мынау Алла тағала айтып тұр ғой, оразаның сауабын мен өзім берем деп ше. Сол жерде ғалымдарымыз айтады, оразаның сауабын дейді, ешкім алып қоя алмайды дейді. Ойлаңыз, шеттен келіп, дәл осы оразаның сауабын, дәл Алла үшін істелінген үшін, ол жерге ешқандай рия араласпаған үшін, сондай бір кіршіксіз бұл құлшылық болғаны үшін, Алла оның сауабын өзім берем деді ғой. Өзі берем дегеннен кейін өзінің құзырында сақтаулы болып тұрады екен да. Сол себепті өзінің құзырында сақтаулы болған нәрсені өзге біреу алып кете алмайды екен. Демек, оразаның сауабы күйіп кетпейтін сауап. Керемет нәрсе емес пе? Алланың осындай мейірімі ашық болған кезде адам ораза ұстауға асу керек. Сол себепті пайғамбарымыз хадисте айтты, ораза ұстаушы адамның екі қуанышы бар деді. Біреу ауыз ашар уақытында, сол тамағын, суын ішкен кезде қуанады ғой. Екіншісі, Раббысымен кездесіп, оразаның сауабын көрген уақыты дейді. Осы екі үлкен қуанышы. Алла нәсіп қылсын сол қуаныштарға жетуді.